Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Біз осы иман деген ұлы сөздің мәнісін қалай ұғынып, оны қандай ісімізбен, яғни амалымызбен дәлелдеп жүрміз. Иманның құнының яки салмағының соншалықты құнды да ауыр екенін мына күйбің тіршілігімізде саралай алып жүрміз бе? Құран кәрімдегі Хужрат сүресінің 14-ші аятында Алла тағала бәдәуилер иман келтірдік дейді. Ей Мұхаммед, оларға сендер иман келтірмедіңдер, алайда мұсылман болдық деңдер. Өйткені иман жүректеріңе кірмеді. Егер Аллаға, пайғамбарға бағынсаңдар, амалдарыңнан еш нәрсе кемітпейді. Шүбәсіз Алла аса жарылқаушы, тым мейірімді деп айтады. Құрандағы осы аятқа мән беретін болсақ, иманды тілмен ғана айтып емес, оны жүрекке мықтап орнықтыру керек екен. Ақиқатында иман ол әлсіздіктің емес, мықтылық пен сенімнің тұрақты тұғыры. Расында иманды жүрегіне мықтап орнықтырып, тек Раббысына тәуекел еткен жанға шайтан үстемдік ете алмайды. Алла тағала мұны Нақл сүресінің 99-шы аятында баяндайды. Сондай-ақ иман келтіріп, сол иманын жүрегіне орнықтыра алмай, шайтанға ілесіп, уәдесін жұтқандар басында Мұса пайғамбарға иман келтіріп, соңынан бұзауға табынған яһудилердің мысалына ұқсайды. Құранда Алла тағала, ей мүміндер, Аллаға, пайғамбарына және оған түсірген Құранға, сондай-ақ одан бұрынғы түсірген кітапқа иман келтіріңдер. Ал кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне және ақирет күніне қарсы шықса, сонда оның қатты адасқаны дейді. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен Әл-Бухари риуаят еткен бір хадисте, бір күні Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдар арасында отырғанда, оған бір кісі келді де, иман деген не деп сұрады. Ол саллаллаху алейхи уассалам Аллаға, оның періштелеріне, оның елшілеріне және түсірген кітаптарына, тағдырға, сондай-ақ жақсылығы мен жамандығына, қайта тірілуіңе, онымен кездесуіңе сенуің деп жауап берді деген. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадистерінде иманның 60-тан астам тармағы барын айтады. Оның басы Аллаға және пайғамбарына иман келтірумен басталса, құлшылықтың түрлері намаз, Алла жолындағы күрес, жаназаға қатысу, ұялу, яғни араб тіліндегі хайя сөзінің аудармасы ұялшақтық, арлылық, ұяңдық, ибалық және кішіпейілділік, осының бәрі иманнан екенін айтады. Ал иманның ең төменгі дәрежесі кетіп бара жатқанда жолдағы адамдарға кедергі жасайтын, яки аяқты ілетін тас, ағаш, темір, тағы сол сияқты кедергілерді жолдан алып тастау екенін айтады. Демек, кімде-кім осы айтылғандарды орындап жүрген болса, иманды жүрегіне толықтырды деген сөз. Десе де, иманның күшеюі де, әлсіреуі де мүмкін нәрсе. Ал иман дегеніміз ол амал. Әрбір адам өз амалын тиянақтап, күшейту арқылы иманын кемелдендіреді. Абай атамыз, әрбір ақылы бар адамға иман парыз, ал иманы бар адамға
ғибадат парыз деп айтады. Расында Алла тағала ақыл есі кемдерге, яғни ақылынан алжасқандарға жоғарыда айтылған міндеттерді жүктемейді. Ондай кісілердің мойнынан бұл жүк түседі. Кәмелет жасына жеткен және ақыл есі дұрыс әрбір адам сұралады, бұл міндет мойнына жүктеледі. Сондықтан да әрбір сана сезімі бүтін, ақыл есі толық адам тек бүгінгі күнін ғана ойлап емес, ертеңгі күніне де не дайындап жатқаныменен ісі болып, күнбе күн өзін өзі жауапқа тартып, істеген істеріне жауап беріп отыруы қажет. Аз да болса жақсы істерді, сауапты істерді күнбе күн қалдырмай орындап, жақсылықтың орнын толықтырып отыру керек. Жалпы жақсылықтың қай түрі болмасын иманнан екенін кісі есінен шығармауы тиіс. Сондай-ақ иманды толықтыру да, оны азайту да әр адамның өзіне байланысты екенін біліп жүргені дұрыс. Себебі кісі өмірден өткенде иманы жолдасы болсын деп айтады. Неге? Расында марқұм тіршілігінде иманмен атқарған жақсылығына немесе жамандығына қабірінде қауышады. Сондықтан да пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жаназаны ертерек шығаруға асығыңдар. Жақсы адам болса жақсылығына, жаман адам болса жамандығына қауышсын дейді. Аман сау болыңыздар, имандарыңыз кәміл, жүздеріңіз жарық болсын.